Дана, білесің бе? Әлемде тасбақаның 328 түрі бар. Тасбақа оттегісіз 10 сағат өмір сүре алады екен. Тасбақа? Тасбақа күрделі сөз. Тас және бақа сөзінің бірігу арқылы жасалған. Күрделі сөз дегеніміз не? Сөз құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сөз, күрделі сөз. Дара сөз негізгі және туынды түбірден тұрады. Мысалы, киім, киімшең, еңбек, еңбекқор. Ал күрделі сөз екі немесе одан да көп түбірден құралады. Мысалы, ата-ана, 27, ақша-тау, түрегел, күзді күні, тағда басқалары. Күрделі сөздер жасалу жолына қарай 4 түрге бөлінеді. Біріккен сөздер бүгін, жазды күні. Қос сөздер үлкен кіші, аяқ табақ. Қысқарған сөздер ақш, бо, казму. Тіркесті сөздер қарагөк, 105 болып бөлінеді. Түсінікті. Көп рахмет, Алан.